Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Алтынай. Бүгін сіздер балды печеньелердің құрамы және жасау жолдарымен танысасыздар. Алдымен 400 грамм ұнымыздың жарты бөлігін саламыз. Кейін бөлме температурасындағы сары майды салып, қолымызбен үгітетін боламыз. Қант салып, жұмыртқаны саламыз. Күрекшенің көмегімен араластырып, төрт ас қасық балды салып араластырамыз. Қопсытқышты және 200 грамм ұнды салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр егеміз. Бетін үстелдің үстіне 30 минутқа жауып қоямыз. Уақыт өткен соң қамырымызды домалақтайтын боламыз. Үстін осылай 2 саусақпен басып шығамыз. Қатты басудың керегі жоқ. Тек жай ғана бассаңыздар болады. градуста қызып тұрған пеште 25 минутқа қоямыз. Бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Балды печеньелер дайын. Ас дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.